Египет сөзін естігенде, сіз көз алдыңызда керемет пирамидалар немесе шөлдер пайда болуы мүмкін. Бірақ Египет бұл ғана емес. Сонымен қатар ғалымдар үнемі ашатын мистикалық және таңғажайып құпияларымен танымал. Жақында перғауындардың жері оларды тағы бір мистикалық және ерекше болжап берді. Ол туралы білуге тұрарлық. Осы қызықты және керемет шығарылымда біз сізге Мысырдағы осы және басқа да мистикалық табылыстар мен ашулар туралы айтып береміз. Бұл шығарылымда сіз білмейтін Мысырдағы жаңа мистикалық табулар туралы ең жақсы, керемет, таңғажайып, ерекше, қызықты және танымдық фактілер бар. Керемет ежелгі саркофагтардан пирамидалар мен қабірлердің таңғажайып құпияларына дейін. Сіздермен бірге біз, топ қазақ, Египет тағы да бізді таңғалдырды. 2021 жылдың сәуірінде әйгілі археолог Софи Хаванс шулы мәлімдеме жасады. Ол Луксардан алыс емес жерде 3000 жыл бойы құмдардың астарында жасырынған ежелгі қала табылғанын айтты. Ол 3000 жыл ішінде күшті кірпіштің қабырғалары шаң астында кеткендіктен зерттеу қиын болған. Жалпы алғанда қазба жұмыстарының көптігіне қарамастан табылған заттар әлі күнге дейін пайда болып келеді. Шарап құмараларындағы иероглифтер жоғалған қаланың негізін қалаушы кім екенін білуге мүмкіндік берді. Ол Египеттің ең үлкен өкілдерінің бірі патша Аменхотен III ежелгі Египетті басқарған. Біздің заманымыздан бұрын 14 ғасырда. Сол кезде Қоныс империясындағы ең үлкен болды. Батыс жағалауында Урхура орналасқан. Сонымен қатар қаланың жасы расталды және ою-өрнек сияқты көптеген табылыстар табылды. Қаланың оңтүстік бөлігінде наубайхан анықталды. Тамақ сақтауға арналған пештері мен қыш ыдыстары бар үлкен ас үй. Археологтар қаланың бір бөлігінде бір кіреберісі бар зигзаг қабырғалармен қоршалған әкімшілік тірі аймақты қазып алды. Екі сиырдың немесе бұқаның ерекше қабірлері табылды. Сонымен қатар біртүрлі қабір табылды. Адамның сүйектері қолдарымен созылған, алайда оның аяқтары қаланың солтүстігінде тізелеп айналасында арқанмен байланған. Бетси Брайан, ақш археология профессоры, бұл жоғалған қаланың ашылуы Тутанхамон қабірінен кейінгі екінші маңызды археологиялық жаңалық екенін атап өтті. Мысыр археологтары Каирдің солтүстігінде Зафер-эль-Шейх провинциясында орналасқан перғауындар ғибадатханасынан ежелгі заттардың үлкен коллекциясын тапты. Олар Мысыр мифологиясындағы Хатхор құдайына арналған күнделікті діни жоралғыларда қолданылған. Хатхор – әйелдік пен сұлулықтың, махаббат аспанның құдайы. Археологтар бұл табу өте сирек кездесетінін айтты. Табылған заттар арасында күн сайын салт жораларды орындау кезінде қолданылған діни салт дәстүрлері мен құдайдың бейнесі, бірнеше фианс темекі шегушілері және саз ыдыстарының тобы ғибадатхананың мүсіндер жинағын тапты. Сонымен қатар алтыннан жасалған фуд-чоп. Ол сонымен қатар құдай Гурдың сол жақ сұңқар көзі ретінде белгілі. Бірақ пирамидаларға қатысты тағы да қандай ашулар ғалымдарды қорқытып қана қоймай, қатты таңғалдырды. Хеопс пирамидасындағы құпия бөлме. Египеттің ежелгі пирамидалары әрдайым қуанады. Мысалы, перғауын Хеопстың ұлы пирамидасы 4,5 мың жылдан астам уақыт бұрын патшайымның перғауын палатасында салынған және үлкен галерея 9 ғасырда табылған. Үлкен галереяның үстінде және ұзындығы шамамен 30 метрге жетеді. Және оны анықтау ванна радиографиясының зерттеудің бұзылмайтын әдісінің арқасында мүмкін болды. Кейбір археологтар бұл құрылысшылар қалдырған түсіру қуысы болуы мүмкін деп болжады. Үлкен галереяның өте тар қабаттасуынан жүктемені алып тастау үшін басқалары бөлме арқылы бөлмеге кіре алады деп болжайды. Кез келген жағдайда мұның бәрін дәлелдеу үшін бірнеше зерттеу керек. Сондықтан зерттеушілерге сәттілік тілейміз. Мысық құдайы. Бастың ғибадатханасының бұл ашылуы 21 ғасырдың ең маңыздыларының біріне жатқызуға болады. Египеттің ежелгі жоғарғы кеңесі археологтар шамамен 2200 жыл бұрын ғибадатхананың қалдықтарын тапқанын хабарлады. Египеттің солтүстігіндегі Александрия кезінде болғанын көрсетеді. Ежелгі Египеттегі бас құдайдың құрметіне салу мүмкін екенін айтты.
Сондай-ақ әйел сұлулығы мен мысықтың басы бар әйел ретінде бейнеленген ғибадатхана Береника патшайымына Птоломейдің екінші әйеліне тиесілі деп болжады. Ғибадатхананың ұзындығы 60 метр және ені 15 метр. Қазба жұмыстары кезінде кешеннің қирандылары бірнеше жүздеген мысық фигуралары, саз құмыралары, риім бассейні және тағы басқа заттар табылды, бірақ ғибадатхананың өзі сақталмаған. Видео соңына да келіп қалдық. Видеоның бірінші бөлімі ұнады деген ойдамыз. Егер де видеоның екінші бөлімін көргіңіз келсе, арнаға жазылып лайк басып кетіңіз. Сіздермен бірге біз Топ Қазақ арнасы.